Umrada жүрміз ғой жалпы, Харамда жүрміз, Умрада жүрміз, Кағбада жүрміз. Жалпы біздің бұл жаққа келіп, анау көп адамдар ойлайды ғой, жалпы мен осы жаққа келсем болды, өзгеріп кетеді екенмін деп ойлайды. Осы жаққа келсем болды, өзгеріп кетеді екенмін, барып келгеннен кейін жақсы адамға айналып қалады екенмін деп ойлайды. Алла субхану тағала адамзат баласын әрдайым жақсылыққа шарлайды. Бірақ ол адам өзі сол бір жақсы болуға әрекет жасамаса, Алла оны жақсы қылмайды. Мынау Қаратас, не болмаса Зәмзәм, не болмаса Мекке, не болмаса Мәдина, бұл адамды тура қылып қоя алмайды. Бірақ қашан адам осы жерге келген кезде Аллах тағаланың құдіретін көріп, Аллах тағаланың хақ бірлігін көргеннен кейін, қой мен осы Аллах тағаланың хақ дініне ілесейін, Алланың шариғатымен жүрейін деп әрекет жасамаса, ол сол қалпында тұра береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға пайғамбарлық келуден алдын білесіздер, мынау өлкені мүшриктер басқарған. Бұл өлкені мүшриктер басқарған. Мынау Қағбаны толығымен мүшриктердің қолында болған. Бұл Қағбада 360-тан астам құдайдан жаңағыдай өздерінің қолдан жасап алған нелері болған, құдайлары болған. Қағбаның жанында өмір сүру, Қағбаның жанында болу, Қағбаның жанында жүру, не болмаса осы меккелік тұрғыны адам болу деген нәрсе, бұл Құдай тағалам тарапынан берілетін хидаят деген сөз емес ол. Адам баласы өзі әрекет жасамаса, адам баласы өзі сол Құдайға қарай ұмтылмаса, адам баласының өзі Аллах тағаланың хақ дініне, шариғатына деген ынтылысы болмаса, Алланың рахметіне деген жүру болмайтын болса, Аллах субхану тағалаға ол шариғи бір адамға айнала алмайды. Кезінде мархум ұстазымыз Абдуғапар ұстаздың бір керемет сөзі бар еді, жаңағы Қағбаның алдына байлап қойсаң да ол өзгермейді дейді. Жаңағы Зәмзәмға басын тығып қойсаң да, Зәмзәммен өмір сүрсе де ол не қылмайды, өзгермейді деп. Кеше бір жігіт сұрап жатыр, осы Мекке мен Мединаның жағдайын сұрап жатыр да, субханалла, қатты өзгеріп кетіпті ғой дейді да, қатты өзгеріп кетті ғой дейді. Шын мәнінде, бірақ мен оған айтып жатырмын да, иә, өкінішке орай қазіргі таңда бұл жерде өте көптеген күнәлар жасалып жатыр. Өкінішке орай бұл жерде өте көптеген күнәлар жасалып жатыр. Бірақ дегенмен біздер үшін бұл жердің адамдары емес маңыздысы. Біздер үшін бұл жердің өзі маңызды. Бізге бұл жердің Қаратас, Қағба бізге маңызды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мешіті және ол жерде жатқан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам маңызды. Бізге дін ол араб емес, араб ол бізге дін емес. Не болмаса осы жерде өмір сүріп жүрген адамдар біз үшін ол дін емес. Біз үшін дін ол Аллах тағаланың кітабы Құран, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннет жолы, Аллах тағаланың шариғаты. Міне соны біз дін деп қабылдаймыз. Бірақ бұл аймақтарда өмір сүріп жүрген адамдарды біз дін ретінде не қылмаймыз? Біз оны көрмейміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қарап дінді есептейміз, дінге баға береміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан басқа адамға қарап дінге баға беруге болмайды. Өйткені ол пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламнан басқаның барлығы ол міндетті түрде бір жерде болмаса бір жерде не істеп қояды? Ол қателікке жол береді. Сол үшін мынау жаңағындай жан-жақта жүрген адамдарды көріп, алдап кетіп жатқан адамдарды көріп, алдап кетіп жатқан таксистерді көріп, ақшаларыңызды алып қойып жатқан ұрлықшыларды көріп, не болмаса намаз оқымай жүрген жаңа шоферларды көріп, не болмаса бір-бірімен айқайласып қырық пышақ болып жатқан адамдарды көріп, ақша үшін бір-бірін лақтырып сатып кетіп жатқан адамдарды көріп, ойбай, мұсылманшылық осы екен да деп қалмаңыздар. Бұл мұсылманшылық емес. Әрбір мұсылманшылық ол әркімнің жүрегінде болады. Мұсылманшылық ол Құран, мұсылманшылық ол Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, одан басқа ешкім емес. Және тағы да бір айтқым келген нәрсе, біз бұл жерге келдік, умра жасадық, осы жерде жүрдік, тауаф қылдық, зәмзәм іштік, осы жерде намаз оқыдық, дұға қылдық, болды, өзгеріп кеттім деген мағынаны бермейді. Дәл осыдан елге барғаннан кейін өмір бойы жақсы адам болып қалады екенмін деген де сөз емес. Қашан біз әрекет жасасақ, қашан біз жақсылыққа қарай бет бұрсақ, жақсылыққа қарай қадам бассақ, жақсылыққа қарай әрекет жасасақ қана бізде не болады? Өзгеріс болады. Егер де біз жақсылыққа қарай бет бұрмасақ, қадам баспасақ, ол ешқандай өзгеріс күтілмейді өмірде. Хидаятқа бастайтын бұл тас емес, хидаятқа бастайтын ол адам емес, хидаятқа бастайтын ол Мекке, Мәдина емес. Тіпті хидаятқа бастайтын ол Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның өзі де емес. Хидаятқа бастайтын ол кім? Ол Аллах тағала. Аллах тағала қандай пендені хидаятқа бастайды? Қашан ол пенде оған қарай әрекет жасаса. Қашан ол пенде жақсы болуға қарай ұмтылса, ол пенде Аллах тағаланың разылығына қарай әрекет жасаса, Аллах оны өзгертеді. Әйтпесе жоқ. Тағы да бір айтқым келген нәрсе, қазіргі таңдағы осы умраға келіп кеткен адамдардың басындағы болып жатқан өте үлкен бір дұрыс емес нәрселер, проблема нәрселер деп айтамыз ба, не дейміз? Адамдардың аузында мынандай сөз бар: умраға барып келген анау ма, келгеннен кейін сол баяғыдай жүр ғой әлі дейді. Анау ма сонда умраға барып келген, анау ма сонда қажылыққа барып келген,
әлі де сол арақ шараптың ішінде жүр, әлі де сол өсектің ішінде жүр, әлі де сол ұрлықтың ішінде жүр, әлі де сол біреудің хаққысын деп жүр, әлі де сол аузынан өсегі түспейді, өтірігі түспейді. Умраға барып келген сома деген не айтады? Сөз айтады. Ағайындар, біздер ертең умрадан елге барғаннан кейін бұндай сөзді айтатындай адамға айналып қалатын болсақ, бұндай сөзді естетін адамға айналатын болсақ, онда ол умраның барлығы жоқ деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мынау ислам дініндегі істеліп жатқан амалдардың, істеліп жатқан құлшылықтардың қабыл болып болмауының дәлелі бар ма деген сұрақ туындалады. Мысалы, мен намаз оқып жатырмын, ораза ұстап жатырмын, зекет беріп жатырмын, умраға келіп жатырмын, Құран оқып жатырмын, зікір қылып жатырмын. Бұның Құдайдың алдында қабыл болып жатқан жоғын мен қайықтан білсем болады? Өзімдегі өзгерістен. Мен жақсы жаққа қарай өзгеріп жатырмын ба? Альхамдулилля, қуаныңыз. Мен жақсы жаққа қарай өзгеріп жатсам, альхамдулилля, қуаныңыз. Иншалла сіздің құлшылық ғибадатыңыз Құдайдың алдында не болып жатыр? Қабыл болып жатыр. Ал енді мен байғожаның таяғы күйінше қалсам, сол баяғы жарты тас күйінше қалатын болсам, онда менде ешқандай не болмайды. Яғни құлшылық ғибадатым мені осы өмірде жақсы адамға айналдыра алмаса, қияметте маған ешқандай пайда бере алмайды. Әрбір құлшылық ғибадаттың Құрандағы фарыз қылған нәрселеріне қарайтын болсаңыз, мысалы Аллах Тағала Құранда намазы фарыз қылған аяттарда былай дейді: "Фақимус-сола, фа-инна-солата танха анил фахшаи вал-мункар" дейді. Ей момын мұсылмандар, намаз оқыңдар дейді. Намаз оқыңдар, намазды орындаңдар. "Фа-инна-солата танха анил фахшаи вал-мункар". Ол намаз адам баласын, яғни момын мұсылманды харам, жаман жұмыстардан тыйып қояды дейді. Яғни негізінде әсілінде шынайы намаз оқыған адам харам, ұятсыз болған нәрселерден автоматты түрде ол не қылып қалыну керек? Ол тыйылып қалу керек. Егер де бір адам намаз оқыса да, ол тыйылмай жатса, онда оның намазында не бар? Намазында бір жерінде нұқсан бар. Мәселен, ораза. Аллах Тағала не дейді? "Кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алал-лазина мин қабликум лааллакум таттақун" дейді. Сендерден алдыңғыларға фарыз болған сияқты, сендерге де ораза ұстау не болды? Фарыз болды. Лааллакум таттақун. Егер де сендер осы оразаны ұстайтын болсаңдар, тақуа адамға айналасыңдар дейді. Оразаны ұстайтын болсаңдар, Аллаға жақын болған пендеге айналасыңдар дейді. Тақуа адам деген кім ол? Тақуа адам деген Алланың бұйрықтарын орындайтын, Алланың тыйымдарынан тыйылатын адамды тақуа адам дейді. Тақуалық деген сөздің тікелей мағынасы арабшадан аударған кезде ол қорқу дегенді білдірмейді. Аллаға тақуалық қылу деген нәрсе Алладан қорқу деген сөз емес. Аллаға тақуалық қылу деген сөз, тақуалық деген сөздің мағынасы арабтың тілінен уиқаятун деген сөзден шығады. Ол деген сөз не? Ол сақтану дегенді білдіреді. Яғни Аллаға тақуалық қылу деген сөз Алланың бұйырған бұйрықтарын орындау арқылы, Алланың тыйған тыйымдарынан тыйылу арқылы Аллах Тағаланың қаһарынан, азабынан сақтануды білдіреді. Алланың бұйрықтарын орындаған адам, Алланың тыйған тыйымдарынан тыйылған адамды тақуа дейді. Ал енді мен Құдайдан қорқам, тақуамын деп тұрып, бірақ Алланың бұйрықтарын орындамаса, не болмаса тыйған тыйымнан тыймаса, тыйған тыйымдарынан тыйылмаса, ондай адамды Құдайдан қорқатын адам деп есептемейді.